Hello, refrigerators. Сәлем, бүгін Технодомкаст сіздерге суық ақпарат дайындап отыр. Егер тоңып қалам деп қорқсаңыз, жылы киініп алыңыз. Сонымен, бүгін қандай тоңазытқышты таңдаймыз? Оның қандай параметрлеріне көңіл бөлу керек? Осы сұрақтарға жауап беремін. Осы роликті түсірмес бұрын, біз тоңазытқыштарды жөндейтін мастерлерге келдік. Олармен сөйлесіп, талай кеңестерін алып, тоңазытқыштардың арасында ең үздігін қалай анықтауға болатыны көзімізді жеткіздік. Сондықтан да біздің еңбегіміз үшін лайкты басыңыз, біздің парақшамызға жазылыңыз және бізде бастаймыз. Тоңазытқыш үйдің айырылмас бөлшегі. Оған қойылатын ең басты талап ол үздіксіз жұмыс және ұзақ жылдар бойы қызмет. Енді беретін ең алғашқы кеңесім, тоңазытқышты алғанда ең белгілі танымал брендтен алыңыз. Өйткені болашақта егер ол сынатын болса, сіз мастерді оңай табасыз және бөлшектері де табылады. Осы бала кездегі тоңазытқыштарды есіме түсіремін де таңғаламын. 30 жылдар бойы сынбай жұмыс істейтін еді. Оларға да көзін тауып дұрыстап қарап жүретін еді. Ал қазіргі тоңазытқыштар болса, 6-8 жыл ғана жұмыс істейді, сынып қалады. Одан ерте сынбаса. Сондықтан да алу барысында тоңазытқыштың кепілдік мерзіміне көңіл бөлу керек. Егер ол өте қысқа болып, немесе өтіп баратын болса, одан кейін оны жөндеу қымбатқа шығуы мүмкін. Кейде жаңа тоңазытқыш ала салған тиімдірек болып шығады. Тұтынушылардың басты қателігі, егер тоңазытқыш қымбат болса, ол міндетті түрде керемет деген. Ол олай емес. Ол тек тоңазытқыш туралы емес, кез келген техника туралы айтуға болады. Ең бастысы оның функционалы. Бұл функция сізге керек па, керек емес пе? Өйткені сіз функция үшін төлейсіз. Мысалы, тоңазытқышыңыз музыка ойнасын, сағат көрсетсін, тамағыңыз бітіп қалса сізге ақпарат берсін десеңіз, ол функциялар үшін тағы төлеп, қымбаттырағын алсаңыз болады. Ал егер сіз мен сияқты тоңазытқыш тек тамақ сақтау үшін керек десеңіз, арзанына қарастырсаңыз болады. Ал енді мұз еріту системасы бойынша кез келген тоңазытқыштар 3 түрге бөлінеді. Олар тамшы системасы, No Frost және будандық, былайша айтқанда гибридтік системалар. Енді әрқайсына тоқталып кетейік. Бұл түрін бәріңіз білесіздер деп ойлаймын. Кішкентай кездеріңізде анаңыз тоңазытқыштың ішінен бүкіл азық-түлікті сыртқа шығарып тастап, ертіп жатқанын көрген шығарсыздар. Оның бәрі мұздатқыштың ішіндегі мұз ерімей, бірінің үстіне бірі қосылып қатып қалғаны үшін. Сондықтан да 3-6 ай шамасында бір рет ертіп тұру керек. Қазіргі күні ол өте ыңғайсыз. Кемшілігімен қоса, оның артықшылықтары да бар. Ең біріншісі оның бағасы. Егер сіз тамшы системалы тоңазытқышты алсаңыз, ол қалғандарына қарағанда едәуір арзан болады. Оған қоса, тоңазытқыштың ішіндегі ылғал сақталады. Сондықтан да тағамды салған кезде оны орау керек емес, кеуіп қалмайды. Ал мысалы, No Frost системасына қарасаңыз, ол кезде тамағымды целлофанмен орап сөйтіп салу керек. Оларды тағы да құрғақты мұздату тоңазытқыштар деп атайды. Себебі олардың буландырғыштары мұздатқыштың артқы бөлігінде орналасқан. Сондықтан мұздатқыштың ішінде ешқандай қар, мұз жиналып қалмайды. Оларды өшіріп еріту керек емес. Сол үшін олар кішкене қымбаттырақ. Әрине, оның кемшілігі де бар. Ол оның көлемі. Өйткені буландырғышы, оның желдеткіші, барлық автоматикалық системасының барлығы оның артқы бөлігінде орналасады. Сондықтан да көлемнің бәрін сол алып, тағамға аз жер қалды. Біз мысалы етті көп жейміз, сол ет үшін талай жер керек қой. Frost Free аты айтып тұрғандай, екі системаны гибридтік түрде No Frost және тамшы системасын қосқанда Frost Free пайда болады. Бұл жерде логикасы осындай. Тоңазытқыштың ішінде тамшы системасы сақталып, ылғалды сақтап тұрады. Ал енді мұздатқыштың ішінде No Frost жұмыс істейді. Екі системаны қосқанда бүкіл кемшіліктерін жоюға тырысқан. Бірақ осы жерде екі система бірге жұмыс істегенде тез сынып қалмай ма деген қауіп пайда болады. Ал енді заманауи тоңазытқыштардың компрессорлары екі түрге бөлінеді. Олар инвертерлі және қарапайым. Олардың қандай айырмашылықтары бар екені туралы айта кетеміз. Бұл компрессор электронды блоктың арқасында жұмыс істейді. Сондықтан тиімді айналымды ұстап тұрады да, ешқашан өшпейді. Егер керекті температура деңгейіне жетсе, онда ол өзінің айналым мөлшерін азайтады да, 30%-ға дейін аз тоқ жейді. Ол өзінің дыбысын да шығармайды және керекті температураны сақтап тұрады. Шыны керек, осындай компрессорлы тоңазытқыштар қымбат тұрады. Бірақ екінші жағынан қарасаңыз, олар тоқты да аз жейді. Сонда мүмкін үнемді болып шығуы мүмкін. Ал екінші кемшілігі оның электрондық блогы. Егер үйдегі электрикада бір ақаулар болса, күйіп кетуі мүмкін. Қарапайым деп естіп, ол жаман деп ойламаңыз. Оның ең жаңа басты айырмашылығы, егер инвертерлі компрессор жаңа температурасын ұстап тұрып айналымды тоқтатпаса, бұл жерде ол керекті деңгейге жетіп, өшіп қалады.
содан кейін қайтадан қосылып, қайтадан жұмыс істейді. Оның басты кемшілігі біріншіден оның дыбысы. Иә, ол жұмыс істеген кезде дыбысты қаттырақ шығарып, бірақ сәлден кейін өшіп қалады да тыныш болады. Кепілдігіне қарап, тоңазытқышты таңда. Шынымен де кепілдік мерзімі үлкен болған сайын, оның сынып қалу қаупі де азаяды. Егер оның өндірушінің өзі оған соншалықты жылға сенімді болса, сіз де сене бере аласыз. 3-5 жыл ең аз дегенде. Ал енді мұздатқыш тоңазытқыштың үстінде ме, астында ма, қай жерінде орналасу керек? Осы сұрақ жиі кездеседі. Шыны керек, ең бастысы сізге қалай ыңғайлы, сол жағын таңдаңыз. Егер сіз мұздатқышты өте жиі пайдаланатын болсаңыз, оның жоғарғы жақта сіздің бойыңыздың деңгейіңізде тұрғаны дұрыс болады. Өйткені төмен жағында болса, қайта-қайта еңкейе бересіз. Ал енді мұздатқыш үстінде немесе астында тұрса, тез бұзылып кетеді деген аңыздар бар. Шынымен де ол аңыз, бірақ егер тамшы системалы тоңазытқыш алсаңыз, бұл жерде мұздатқышы төмен жағында болу керек. Өйткені үст жағында болса, ол ертең еріп, ағып бірдемесі болып, тоңазытқышты құртып жіберуі мүмкін. Тоңазытқыштың климаттық классына мән беріңіз. Тоңазытқыштарда климаттық класс болады. Мысалы, біздің еліміздің оңтүстік жақтарында жаздыгүні температура 35 градустан жоғары көтеріле береді. Осыған тоңазытқыш үйренбеген болса, ол сынып қалуы мүмкін. Сондықтан да сіз оның тропикалық классын таңдаңыз. Т әрібі. Ол 43 градустан жоғары температураға шыдай береді. Қорытындылай келгенде, тоңазытқыш алғанда қандай заттарға қарау керек? Біріншіден, кепілдігі. 2-5 жылдан кем болмау керек. Екіншіден, ол танымал бренд болу керек. Ертең жөндеген кезде оңайырақ болады. Үшіншіден, өз климатыңызға қараңыз, және ең бастысы функциясы. Қандай функциялар сізге керек, қайсысына сіз төлеуге дайынсыз, және ең бастысы алар алдында біздің видеомызды тағы бір рет қарап шығыңыз. Сіздермен болған Технодомгаз. Көріскенше.